Сәлем барлықтарыңызға 2024-25 оқу жылында өткен ауыл олимпиадасы 11 сынып 1-ші кезеңнің 10-шы есебі. Пойыз тұрақты жылдамдықпен келе жатты. Ол ұзындығы 120 метр туннелге кіріп, 1 минуттан кейін толығымен шықты. Пойыз 20 секундтай туннелдің ішінде болды. Оның ешқандай бөлігі көрінбеді. Пойыздың ұзындығы қандай дейді. Бірінші туннелді салып алайық. Туннел 120 метр екен. Мына жерде пойыз келе жатыр, былай. Оның ұзындығын табу керек. Белгісі X деп белгілеп қояйын. Мына бас жағы пойыздың, туннелден кіріп шығуына қанша уақыт кетіпті? Сонда қанша жол жүрді? Мына жерде 120 метр, туннелдің өзі. Тағы да өзінің ұзындығынша жол жүріп өтті. Мына бас жағын қарайық. Мына жердің екеуінің ара қашықтығын қарайық. 120 метр бар мына жерде. Тағы өзінің ұзындығы қосылып жатыр. Сонда 120 плюс X метрді қанша уақытта? 1 минутта 60 секундта жүріп өтеді екен. Сонда жылдамдығы келіп шықты мынаның. Жолды уақытқа бөліп жібердік. Енді барлық бөлігінде жолдың жылдамдығы бірдей, Енді туннелге кіріп дейді. Туннелге кіріп көрінбей тұрды дейді. Сонда көрінбей тұрған болса, сонда басы соңы кіріп болып, басы жеткен кезге дейін, қанша жол жүріп өтті мына аралықта. Сол аралықта көрінбей тұрған болады. Мына барлығы 120 метр, Мына аралықта болмыз керек. Мына аралық 120-дан X азайып кетеді екен. Мына жерді қоспаймыз. 120-дан мына пойыздың ұзындығын алып тастайды екенбіз. Оған 20 секундтай уақыт кетті дейді. Сонда 20-ға қысқартып жіберсем, мына жерде 3 қалады екен. Мына жерде 1 қалады. Пропорцияның қасиетін қолданамыз. Сонда 120 қосылған X тең болады 360 азайту 3X. Енді 4X тең 240. X тең 60 деген жауап шығады екен. 60 метр. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.